Сәлем баршаңызға. Бүгін Астана қаласында Дүниежүзі қазақтар қауымдастығының ұйымдастыруымен кәсіп иесі 2025 атты халықаралық форум өтіп жатыр. Яғни әлемнің әр түкпірінен, еліміздің де әр өңірінен түрлі кәсіп иелері, яғни кәсіпкерлердің бас қосуы өтіп жатыр. Осы орайда біз Дүниежүзі қазақтар қауымдастығының Астана қалалық филиалының басшысы Ғалым Үлкенбайұлынан осы форум жайында сұрақтар қойсақ. Ғалым аға, жалпы осы форум жайында айтып өтсеңіз, қанша елден, қай мемлекеттерден, еліміздің қай өңірлерінен кәсіпкерлер келіп жатыр? Бұл жолғы форумға мынау біздің дүниежүзі қазақтар қауымдастығының ұйымдастыруымен болып жатыр. 2020 айтып ғой. Осы жерге енді 7 мемлекеттен келіп отыр. Бірінші Қытай, Түркия, Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан, Ауғанстан, сонымен қатар Монғолия. Осы елдерден келіп отыр, 7 елден. Өнеген осы еліміздің жаңағы іш сыртынан келіп отыр мәселен. Өйткені мынау әрбір облыстардан, әрбір қалалардан кәсіпкерлер қатысып отыр. Кәсіпкерлердің басын қосудағы форумның мақсаты не? Форумның мақсаты енді сол шетелдегі кәсіпкерлер қандас бауырларымызды, кәсіпкер қандас бауырларымызды осы елге әкеп, елдің жаңағы дамуына үлес қостыру ғой. Сонымен қатар шетелдегі қандастарды осы елімізге шақыру бір жағынан. Еліміздің жаңағыдай дамуына үлес қоссын деген ниетпен, сонымен қатар осы жаққа келіп жаңағыдай өзінің бизнесін, кәсібін осы елде дамытса деген ниет бар. Ең басты. Сол негізі кешеден басталған, бүгін енді соңғы күні, бүгін аяқтайды. Бірақ енді мына жерде кәсіпкерлердің аяқтайтын түрі жоқ. Өзі бір-бірімен танысып, білісіп, бір-бірінің жаңағындай аты жөнімен, бір-бірінің бизнестерімен тәжірибе алмасып, әлі де біраз болады сияқты. Әлемнің әр түкпірінде жүрген әртүрлі кәсіп иелері бір елге осы Астананың төріне жиналған кездегі көңіл күйлер қалай екен, бір-бірімен сағынысып көрісіп жатқан эмоцияларын көріп жатырсыздар ғой. Қанша дегенмен бауырымыз ғой. Біз бір атаның баласымыз, бір қазақтың баласымыз. Бір-бірімен жаңағындай жылы мейірмен, бір-бірімен жаңағы құшақтасып, амандасқанда кәдімгідей бізді тебіреніп кеттік. Бұл кәсіп иесін ұйымдастырғанымызға өте риза болдық. Негізі бұдан кейін мұндай іс-шараларды жиі ұйымдастырып тұрамыз. Шекараның сыртында жүрген, өзге елде өсіп өніп жатқан қазақ бауырларыңызға не айтасыз? Енді ол жақтағы бауырларға енді осы еліне, жеріне келсе деген шын ниетімді айтамын. Осы елге келіп өзінің кәсібін болсын, білімін болсын, осы ел үшін, жер үшін істесе деген ниеттемін. Қанша дегенменен енді кісі елінде сұлтан болған, өз елінде ұлтан дейді ғой. Енді өз еліне келіп жаңағыдай өзің үшін еңбек етсең қандай тамаша. Шетелдегі жаңағы қандастарымды шын ниетпен елге шақырамын. Ғалым аға, өзіңіздің де елге оралғаныңызға 10 жылдан аса уақыт болды, иә? Жалпы арғы бетте жүрген кезде сіз қай салада қызмет еттіңіз? Енді мынау Қытай Халық Республикасы Шинжаң өлкесінің телевизиясында жұмыс жасаған, жаңағы актерлік бойынша. Қазір енді осы елге келіп, мынау мемлекеттік хабар телеарнасындамын. Осы жерде де сол кәсібімді жалғастырып жатырмын. Bir жағынан мынау Дүниежүзі қазақтар қауымдастығының осы жақында жарты жылдан астам уақыт болды осы Астана филиалын басқарып жатырмын. Келгеннен бері көптеген шараларды, көптеген жаңағындай жұмыстарды атқарып жатырмыз. Менің бір айта кететін жағдайым, біз мынау Дүниежүзі қазақтар қауымдастығы Астана филиалы мынау шетелден көшіп келген әрбір қандастарға жаңағындай көмек көрсететін осындай бір не ашып қойдық. Жаңағындай кімде-кім келіп жатса бізге хабарласып, осы бізден көмек сұраса, біз көмектесуге дайынбыз. Аударма орталығын жаңағындай, онан кейін жаңағындай бейімделу дейді, сондай жағдайларды жасап жатырмыз. Әркім енді келіп жатса, біздің жаңағы телефонымыз жазып қоямыз, бізге хабарласып, аударма орталығымыз бар, жаңағы бейімделуіміз бар дегенде жұмыстарына атсалысуға көмектесеміз. Әр қазақ енді ешқашан бұл жерге келгеннен кейін қиыншылық таппайды. Біз қолымыздан келісімізше бар күшімізді салып, жұмысы болсын, балалардың оқуы болсын, жаңағындай осы жерге келгенде төлқұжаттарын аударту болсын, бәрден біз бар күшімізді салып көмектесеміз. Елім үшін еңбек етуге әрқашан дайынмын. Өнен кейін сырттағы қазақтарға айтарым, әрқашан өз еліңе келіп, өзіңіздің жаңағындай осы кәсібіңізді, жұмысыңызды дамытуға үлес қосуларыңызды шын жүректен тілеймін. Иә, достар, Ғалым ағамыз айтқандай, шынымен де Астана қаласында жалпы елге келген әрбір қазаққа құжат мәселесі бойынша білім алу, жаңағы
балаларды мектепке орналастыру, білім саласы және азаматтық алу бойынша көптеген жұмыстар жасалып жатыр осы күнге дейін. Әрі ең бір асын сызып айтатын дүниежүзі қазақтар қауымдастығының Астана қалалық филиалы аударма орталығын ашты. Ол жерде қандастарға қызмет көрсету тегін. Бұл жерде қандай қызмет келеді? Құжат мәселелері, яғни құжаттарын аударту, жаңағы диплом болсын, туу туралы куәлік болсын, енді өздеріңіз білесіздер, елге оралған кезде әсіресе Қытайдан келген қазақтарда осы нәрсе өте бір үлкен проблемалардың бірі. Құжатты аудару бойынша міне ғалым ағамыз өзі Астана қаласында Балқантау 92 мекен жайында өзінің аударма орталығын ашып қойды. Сол жерге келіп, жаңа консультация алып, азаматтық мәселесі бойынша, жаңа виза мәселесі бойынша, балаларыңызды мектепке орналастыру деген сияқты әртүрлі сауалдарыңызбен келіп, және құжаттарыңызды тегін аударма орталығына келіп аударуға мүмкіндіктеріңіз бар. Әрқашан дүниежүзі қазақтар қауымдастығы сіздерге есігін айқара ашып тұр. Құрметті қандастар, сіздердің келулеріңізді біз шын жүректен тілейміз. Елге келіңіздер, өсе беріңіздер, келе беріңіздер, көбейе беріңіздер.